Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай жасырын бейне ойынын көрсетемін. Бұл ойында мына жерде сурет бар. Мен сіздерге қазір бірден ашып көрсетейін. Басынан пока слайд деп сначала. Ойынымыз осылай басталады. Ойынды бастау деген батырмаға басамыз. Одан кейін мына жерде бізде ұяшықтар бар. 1, 2, кез келген ұяшықты таңдайды. Осы жерде мысалы 5 таңдаймыз. Осындай несі шығады, сұрақтары ойланады, одан кейін жауап береді. Мысалы дұрыс жауап беретін болса, осыны дұрыс жауап береді. Басты бетке барған кезде мына 5-тің қасына былай басасыздар. Міне, қазір. Бүйтіп басатын болсаңыздар, мына жерде сурет ашылып отырады. Одан кейін мысалы 2-ге басам, сұрақ ашылады. Уақыт бар. Дұрыс жауап беретін болса, мына жерге келеміз. Сосын 2-ге бүйтіп басатын болса, ойысты басып, бүйтіп ашып отырасыздар. Ал мына жердегі неге басатын болсақ, бірінші сұрақ ашылады. Негізі сұрақ ашылады. Сұраққа қате жауап беруі мүмкін, мысалы, қате жауап беретін болса, мына ашылмайды деген сияқты. Сөйтіп, мына жердегі тұлға кім екенін анықтау керек. Міне. Мысалы, біреулерін ашамын, біреулерін ашпай, сразу не қылатым. Өйстіп басамыз, міне. Соңында осы бізде кім екенін жауабы арқылы шығарамыз. Енді бұл ойында мына жерде 9 сұрақ болады. 9 сұрақты орында сұрақтар пән бойынша, болмаса логикалық сұрақтарын жазып шығасыздар. Мына жерде дұрыс жауап, қате жауап жазылады. Ал енді суретті қалай ауыстырамыз? Суретті ауыстыру үшін былай алып тұрасыздар. Мынаған басып, бүйтіп формат рисунок дегенге кіресіздер. Осы жерден заливкадан, файлдан өзіңіздің ноутбугыңыздағы кез келген бір тұлғаның суреті болмаса тақырып бойынша бір суреттер болсын, сол суретті қоясыздар. Сөйтіп сақтайсыздар. Осы жерге қойсаңыздар болды, фонына қойылады. Мынаны бүйтіп орнына қойып қоясыздар. Болды, сонымен ойната береміз. Сұрақтарын жазу қиын емес, сұрақтарын жаза бересіздер. Өшіріп жазып, шрифтін өзгереді барлығы. Сөйтіп сақтап, осы ойында ойнатсаңыздар болады. Ол интеллектуалды ойын барлық пәнге келеді. Кез келген сыныпқа, кез келген пәнге қолдануға жарайды. Назарларыңызға рахмет. Осы ойын керек болса, маған хабарласыңыздар. Сол жерде толығырақ айтатын боламын.